Жақсылық жаса бағдарламасы эфирде біз жалғастырамыз. Талғат Керімбаев, Қазақстандағы заманауи жұлын нейрохирургиясының негізін қалаушы. Бұл салада 30 жылдық тәжірибесі бар жетекші маман. Ол жыл сайын 300-ден аса операция жасайды. Сондай күрделі отаның бірі 2023 жылы болған. 20 жасында миынан қатерлі ісік табылып, мүлдем жүре алмай, қозғала алмай қалған науқасты аяғынан тұрғызды. Сол кейіпкер қазір өз аяғымен жүріп, қымбатты көрермен біздің студиямызға келіп отыр. Олай болса, құрмет қошеметпен қарсы алайық Дәулет Садықов, сондай-ақ Дәулеттің анасы Ғалия Айкүмбаеваны ортаға шақырғым келіп тұр. Келіңіздер. Мінекей ардақты ағайын Дәулет өз аяғымен төрге шығып келе жатыр. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Дәулет, амансыз ба, жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Ешқай жеріңіз ауырмай ма, мазаламай ма? Жоқ. Керемет, бәрі келді. Енді Ғалия ханым, ұлыңыздың осы диагнозын естігенде қандай сезімде болдыңыз? Жалпы қашан, қалай естідіңіз бұл ауыр дерт жайында? Мен балам 2002 жылы туған. Денсаулығына ешқашан шағымдаған жоқ. Денсаулығы жақсы болды, спортпен айналысты. 2018 жылдан 2021 жылдан колледжде оқыды. Мамандығы кондитер аспаз. Кондитер аспаз, ой керемет. Содан кейін бір жыл армияға барды. Армиядан кейін бір жеті үйде отырып жұмысқа шықты. 2023 жылы сол күнді мен қазір даже ойласам есіме кіреді. 11 ақпанда өзі жұмыстан ерте келіп, кішкене мойым ауырып қалыпты деді. Мен өзім не ойлайтынды білмедім. Дәрі беріп, өзі ұйықтап қалғым. Содан келесі күнде ертеңгісін тұрып, жұмысқа кетті. Түстен кейін телефон маған соғып, маған айтты, что жедел жәрдем шақырды. Әртістер жұмыста құлап қалдым. Содан кейін жәрдем келіп, алып кетті ма? Алып кеткен жоқ. Жай давленияны өлшеп, тәтті шай беріңіз деп, содан кейін өз ауруханаға бару керек деді. Сол күнде ол жұмыстан ерте келді, қол аяғы уже үйіп, мойын ауырып жатты. Ертеңгісінен біз уже жедел клиникаға бардық, невропатологқа. Невропатолог бізге МРТ-ға жолдама берді. МРТ-дан шыққаннан кейін бізге дәрігер айтты, что баламның мойын омыртқасында ісік бар деді. Сол күні кешке жедел тағы да шақырдық. Жедел. Түсінікті, Ғалия ханым, ал Талғат Керімбаев, сіздің бастапқыда емделуші дәрігеріңіз болды ма? Әлде біреулер арқылы естіп, оның кәсіби білікті маман екенін біліп, әдейі байқауына жазылдыңыздар ма? Жоқ, өкінішке орай біз Талғат Тынышбаевичті білген жоқпыз. Нейрохирургияға бармаймыз ғой. Ауырмағаннан кейін ешкім ауруханаға бармайды ғой. Сондай мәселе болғанда біз Талғат Тынышбаевич бізге операция жасағанын біз білдік. Нейрохирургияда мамандар бізге айтқан, что сіз қорқпаңыз, Талғат Тынышбаевич жасаса, бәрі жақсы болады. Сенімді болдым. Мен сенімді болдым, сол үшін мен кейін уже Инстаграм парақшасына ұлттық нейрохирургияға жазылып, оқып, қарап шыққанмын. Содан кейін Талғат Тынышбаевичқа сеніп,
28 ақпанда балама операция жасады. Операция жақсы өтті. 3 сағатта операция болды, я. Нәтижесін бірден көре бастадыңыз ғой? Я. Бір айдай отделениеда жатты. Сенген келесі 20 күн оңалту орталығында реабилитация дейді ғой, сол жерде. Қазір біздің білуімізше, енді дәрігерлердің айтуы бойынша, Дәулет тіпті велосипед тебе алады екен, иә? Қазір өзі жүреді, велосипед тебеді, тренажерный залға барады. Күнде бір аптада 2-3 рет велосипед тебеді, 2-3 сағат велосипед тебеді. Тренажерный залға барады. Шаршамайсыз ба 2-3 сағат күнделікті? Жоқ, нормально. Қазір мамандығы кондитер аспаз. Ой, керемет, тамаша. Қазір он аяғы, он қолы әлі жақсы істемей жатыр. Ақсандайды он аяғына, он қол моторикасы әлі. Көріп тұрмыз, мінекей, экранда бейнелерін ЛФК мамандар бір ай бұрын бізге бір айдай үйге келіп, 1-2 сағат прям баламды бір-екі айда тұрғызды. Міне көріп отырмыз. Тұрғызды. Спортпен шұғылданып отыр, иә? Ол сол жылы жазда ол өзі далаға шығып, ақырындап, ол әкелгенді міне. Қазір өзі сіз айтқаныңыздай велосипед тебеді, өзі жүреді. Тек қана кішкене он аяғына ақсандайды, қол кішкене моторикасы әлі түсінікті ғой. Енді 20 жасында бар болған өрімдей жасында осындай Дәулет үлкен сынақты басыңыздан өткердіңіз. Оңай емес, әрине дертпен сыналдыңыз. Енді алдағы арман, жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз қандай? Қазақша, орысша айта берсін, иә? Сіз айта берсеңіз де болады. Арманы тезірек жазылу. Қазір мақсаты қандай? Тезірек жазылып, мен айта кеттім ғой, кулинар аспаз болып істейді ма, істемейді ме әлі белгісіз. Біріншіден аяғына тұрып көреміз. Ең бастысы денсаулығы тезірек келсін орнына. Көреміз. Ең бастысы аяғына тұрды. Әрбір басқан қадамы жеңісті болсын, денсаулық тілейміз. Енді сіздер сияқты Талғат Керімбаевтың мыңдаған адамға шарапаты тиді. Сөзімнің дәлелі болсын, біздің келесі қонағымыз бар. Оның денсаулығы 5 жылдан бері сыр беріп жүрген. Тек жақында ғана жұлында қатерлі ісік бары анықталыпты. Сәл кешіксе, орнынан тұруы да жүруі де неғайбыл еді. Талғат Керімбаев бір апта бұрын ғана өтте күрделі операция өткізіп, микроскоптың көмегімен тубус арқылы қатерлі ісікті алып тастаған екен. Дәл сол науқас Мұрат Құдайбергенов бүгін біздің ортамызда. Олай болса, құрмет қошеметтеріңізбен төрге шақырайық. Мінекей, бір-ақ аптаның ішінде аяғына тұрған ерік жігері мықты жан, келіңіз, отырыңыз. Қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Отаңыз бір апта бұрын ғана болған екен? Қызыма болды. Қалай сезінесіз өзіңізді? Жақсы, қолым бәрі қаңтарып, жаңа өмірге келген секілді. Кезінде бұл 4-5 жыл бұрын бастаған. Мойнынан бастады. Енді білуімізше 4-5 жылдай болды, енді қолыңыздың мазалағаны. Неге дер кезінде дәрігерлерге көрінбедіңіз? Қандырызды массажға барамыз, инеге барамыз, айтып жүре бердік. Жүре бердік. Өкінесіз ба қазір? Конечно, өкінеміз. Қазір міне жақсы. Осылай сіз сияқты жүре беретін адамдар көп қой. Ондай кісілерге айтатыныңыз бар ма? Ол кісілерге айтатынымыз, жылына бір рет болмаса, 2 рет болсына қытыға неға түскен қалай? Мінекей, қымбатты көрермен, кеңес. Бірақ сіздің жолыңыз болды. Сіз Талғат Тынышбайұлындай мықты маманға кезіктіңіз. Семейден жолдамамен Астанаға келіп, ол кісімен таныстыңыз, иә? Бірден сенім ұялатты ма? Сен. Мен бірінші бұл 4 жыл бұрын алған. Сонда жүре бердім, соны Семейден көңіл. Абай облысы. Ақсуат ауылынан. Ақсуат ауылынан. Көріп отырған шығар ауылдастарыңыз. Енді мынау... Содан мазалады, содан өзім бір ойладым, КТ-ға бір түсейінші. Неге мазалай береді. Содан шыға келген,
ал осындай содан кейін осында жіберді Емшіқұйғы орталығына Астанаға. Сіз тезірек бармасаңыз ана қиын болып кетеді. Содан осында келдім. Осында келіп осы орталыққа келіп порталға тұрып, содан мен жақсы болып, бұл кісілерге рахмет етемін. Көбін білікті, көбін абыроймен жасалған мақтан тұтты. Талғат Керімбаев ұлына рахмет. Әріптестеріне рахмет қылды. Ол жақсы кісілер бәрі. Тамаша. Қалай адамның жанына. Әлі қанша уақыт жалғасады? Қашан қайтасыз еліңізге? Бір болжамдар бар ма? Қайтамыз бұйырса. Иә. Алла біледі. Енді бұйырса, шаруаға кірісіп кетесіз ғой шапқылап бірден. Күшті болды қолым. Жаңа туған секілді. Енді отбасылы шығарсыз, бала шағаңыз бар шығар, көріп отырған шығар. Иә. Сәлем айтсаңыз болады, тіпті. Неше балаңыз бар? 4 балам бар. 3 қызым бар. Бір ұлым бар. Мінекей, Аллаға шүкір. Талғат мырзамыздың көп балалы әкеге шарапаты тиді. Иә, қандай керемет. Енді жалпы осы жағдайды басыңыздан өткердіңіз, енді алдағы жоспарларыңыз қандай екен? Соны білсек. Алдағы жоспар енді жақсы қылған ғана басқа. Бәрі жақсы болсын деймін. Ең басты денсаулық. Байлық, денсаулық дейміз ғой. Осы байлығыңыз сарқылмасын. Қымбатты көрермен, шағын жарнамадан кейін біз бүгінгі бағдарламамыздың басты қаһарманын қарсы аламыз. Алыстамаңыздар. Жақсылық жаса бағдарламасы тікелей эфирде. Біз жалғастырамыз. Енді студия төріне бүгінгі бағдарламамыздың басты қаһарманы. Талай адамның сапалы өмір сүруіне септігін тигізген мықты маман, медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик, медицина саласында 10 инновациялық патенттің авторы Талғат Тынышпайұлы Керімбаевты сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен студия төріне шақырамын. Мінекей ардақты ағайын, алдарыңызда жаршылық жаршысы, аса күрделі оталарды асқан шеберлікпен жасап жүрген мықты маман алдарыңызда. Талғат мырза, енді өзіңіздің жетістіктеріңізді, марапаттарыңызды, лауазымыңызды айта берсем бітпейді ғой. Енді ғылымға да, медицинаға да, қоғамға да сіңірген еңбегіңіз зор ғой. Біз сізді, Талғат мырза, шынымызды айтайық, біраз күттік. Рахмет, осылай уақыт тауып, бүгін студиямызға келгеніңіз үшін. Келіңіз, төрлетіңіз. Сұхбат құрайық. Мінекей Талғат мырза, өзіңіздің науқастарыңыз отыр, сіз жайлы жылы сөздермен бөлісіп айтып отыр. Енді айтып отырмыз, медицина саласында үлкен жетістіктерге жеттіңіз деп. Әлемде алғаш рет 3D импланттарды қолдана отырып, омыртқаны жасанды түрде ауыстыру технологиясын енгізген екенсіз. Бұл енді тіпті білмеймін, ақылға қоңғысыз дүние сияқты меніңше, білмеймін, енді қалайша осындай ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетіп отырсыз. Кешіріңіз, кішкене түсінікті дейін. Ол енді 3D импланттық технология бұрыннан медицинада қолданады, бірақ басқа жағдаймен. Енді біздің ерекшелігіміз осы бір биомеханикалық зерттеу мәйітті жасап, оның әдісін зерттеп, содан кейін адамдарға ерекше сондай анатомиялық жағдайын қарап, индивидуалдық 3D имплант жасадық. Ол бірінші этабы біз Вильке қаласында, Германияда, Ульм деген қаласында профессор Вилькемен бірге жасадық. Екінші этапты Астанада осы ота жасадық. Енді ол әрине үлкен еңбек, үлкен ізденіс, ол тек қана менің жетістігім емес, ол бәрі біздің коллектив, біздің жұмыс жетістігі. Сондықтан енді оның жаңағы осы екі алға басқан Q1, Q2 дейміз, ғылыми зерттеу марапаттары біздің жұмыстың шықты, және екі инновациялық патент алдық сол жұмысқа. Енді ол бәрі біздің жасап жатқан мақсатымыз енді науқастарға жаңа заманауи технология енгізу және соның денсаулықтарын жақсарту үшін жасап отырмыз. Талғат мырза, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Сәл кішкене дауысыңызды шығарып сөйлесеңіз, естіп жатырмыз.
жалғастыра беріңіз. Сол жағынан сол енді. Жалпы негізі бір-екі инновациялық патент алдым дедіңіз, жалпы саны 10-нан аса, иә? Дұрыс қой? Енді ол патентіміз бізде әрине бізге өте маңызды. Енді қазір айтып кеттік, ол омыртқаны ауыстыру осы әрине бізге инновациялық әдіс ерекше. Бірақ енді қазір біздің орталықта жиі қолданып жатқан қазір не істейміз, кіші инвазиялық технология, ол жаңа кішкентай түбікшеден 4 миллиметрден бастап жаңағы 2,5 сантиметрге дейін біз жаңағы сол арқылы еттер, бұлшықтар, сүйектерді сақтап, жаңағы омыртқан жолындағы ісіктерді және грыжа дейміз, әртүрлі аномалия, жаңағы тұрақсыздықты, шемішекті алып тастап, басқа шемішек қою, сондай кіші түбікше арқылы жасаймыз. Мұрат мырза бүгін сондай әдіспен жасаған. Қанша 5-6 күн болды операция жасағанына, ертең Құдай бұйырса ауылға шығады. Қазір бәрі ертең жібересіздер ғой? Иә, аяқ қолы дұрыс. Енді кеше ғана жіберетін едік, бүгін енді осы келем дегеннен кейін осы қалтырдық. Дұрыс. Сондықтан енді біздің мақсатымыз науқастарға оңғарту, оңалту уақытын азайту. Дұрыс, түсінікті ғой. Енді Талғат мырза, сіз отандық медицинаны мүлде бөлек жетістікке көтерген адамсыз ғой. Енді сізге тіпті Қазақстаннан бөлек шет елден де науқастар көп келеді екен. Жалпы қай елден ұсыныс көп түседі? Енді қай елден науқастар көп келеді? Әрине, бізге де шетелдің азаматтары келеді, 300-дей адам келді бізге центрге, соларға ота жасадық. Енді көбінесе әрине біздің көршіміз дейміз, Ресейден көп келеді, Қырғызстан, Өзбекистан, көп жаңағы Таджикстаннан келеді, әрине Ұлыбританиядан келеді, Канададан, ол жақында Жаңа Зеландиядан келіп отыр бір науқас. Енді лауазымды бұл адамдардан алсақ, енді бізде Африка бір мемлекетінен қаржы министрінің орынбасары бізге келіп операция істеп кетті. Министрге дейін келеді екен ғой сізге. Сондықтан енді ол жағынан енді сондай. Бірақ та бәріміз енді әр науқасқа көз қарамыз бір. Бөліп жармайсыз, бөліп жармаймыз. Енді көмек көрсетуге тырысамыз. Ол түсінікті ғой, Енді айтып отырмыз, сіздің орталығыңызда күн сайын 10-ға жуық ота жасалады екен, Жалпы өзіңіз бір жылда аса күрделі 300-ден аса операция жасайды екенсіз, Ең күрделі тәжірибеңізде болған ота қайсы еді, қанша сағатқа созылды, қайбір науқастың жағдайы есіңізде ерекше қалды? Әрине, хирургтарда енді ерекше қалатын ота болады. Енді менің есімде науқас енді 60-тан астам үлкен кісі. Омыртқа 5-6 омыртқасына ісік пайда болды, жаман ісік. 5-6 омыртқасына? Содан кейін ісік жаңағы жолды қысып ұстап, бізге аяқ қолды қимылдамай келді. Ол кісі жаңағы шетелде болып, Кореяда, әсіресе Турцияда, ол жерде бас тартты отадан. Енді біз 6 омыртқасын ауыстырып, басқа жасанды омыртқа қойып, содан кейін енді ота 8 сағатқа болды. Содан кейін 3,5 литрде қан жоғалттық, бірақ нәтижесі жақсы болды. Сол науқас жүріп кетті, жағдай жақсы. 3,5 литр қан жоғалтты дейсіз ба? Ондай да болады, енді үлкен ғой ісік. 6 омыртқа оңай емес, 6 тауға жолды босатып, сондай бір нәтиже болған. Керемет, тамаша, күшті. Енді айтып отырмыз ғой, Талғат мырза, сіздің нейрохирургияңыздың өзіңіз негізін қалаған қандай артықшылықтары, қандай ерекшеліктері бар, өйткені әлемдік деңгейге дейін көтердіңіз ғой оны? Тек қана айтып отырмын, менің ғана бүкіл біздің ұжымымыздан. Түсінікті ғой, енді сіздің жетекшілігіңізбен. Ол енді былайша
қандай сұрау? Ерекшеліктер артық. Ерекшелігі, біз ерекшелігі біздің орталықтың ең бастысы ол әрине білімді мамандар, әрине жаңағы жаңа технологияларды енгізу. Ол енді біздің мамандарымыз шетелден оқып келді, күн сайын үзбей өзінің білімін жақсартады. Әмбе біздің орталығымызда алға басқан клиникаларды сияқты жаңағы керек жабдықтар бар, керек жаңа технологиялар бар, енгізіледі, жаңа диагностикалық зерттеу аппараттары бар. Сол жағынан ол жаңағы бізге үлкен деңгейге көтеретін жаңағы ортаны жақсы жасайтын мүмкіндік бар деп ойлаймыз. Тамаша. Қарамағыңызда қанша қызметкер бар? Біздің бөлімшеде 7 адам істейді, және 5 резиденттер істейді. Сондықтан где-то 12 адам істейді. Енді өзіңіз баға бере алмайтын шығарсыз, десе де қандай басшысыз, қандай жетекшісіз? Қалай ойлайсыз? Қиын айтуға, бірақ енді жаман жетекші емеспін деп ойлаймын. Біз оны тексерейік, өйткені дәл қазір біздің ортамызда өзіңіздің әріптестеріңіз отыр. Ол кісілерді дәл қазір сөзге тартайын. Режиссер, мүмкіндік болса камераны залға қарай бұрсаңыз, осында Талғат Тынышпайұлының 15 шақты әріптесі отыр. Қанекей, сөзге тартайын. Талғат мырза қандай басшы? Талапшыл ма? Қатал ма? Шындығыңызды айтыңызшы осы жерде. Бірінші өзімді таныстырып кетсем, есімім Ерген Нұрланұлы. Осы Талғат Тынышпайұлы бөлімшесінде, яғни ұлттық нейрохирургия орталығы жұлын бөлімшесінде әрі әріптес, әрі шәкірті болып келем. Енді қандай басшы дейсіз? Жалпы басшы деген ұғым ол бастық, яғни бос дейді. Екіншісі көшбасшы, ол лидер. Енді біз Талғат Тынышпайұлы ол біздің көшбасшымыз шыны керек. Ал талап енді ол орталықтың талабы. Талғат Тынышпайұлы енді былайша айтқанда өзінен шығарып жатқан жоқ. Жалпы заманауи, жалпы медицина, нейрохирургия саласы. Былайша айтқанда бүгінгі жаңа зат, ертең ескі. Бір орында тұрмайды. Сондықтан да талап етеді бізден ғылымды, яғни ота техникалары, жалпы ізденіс соларды талап етеді. Бәрекелді. Жақсы. Тамаша. Ал енді айтып отырмыз, науқастар мінекей айтып отыр, жақсылық жаршысы Талғат мырзаның қандай мейірімді жан екен. Әріптестеріне де дәл сондай қамқор ма екен? Сәлеметсіздер. Менің аты жөнім Рамазан Ерланұлы. Қандай мысал айтасыз, Рамазан? Енді мысал ретінде айтатын оны көп. Ол кісінің қол астында қызметкерге деген қамқорлығы, мейірімділігі өте зор. Және қандай да бір қиын жағдайларда көрсететін моральдық көмегі және қол астында қызметкердің кәсіби дамуына деген ықпалы өте зор. Біз енді хирургтар болғаннан кейін өте үлкен күрделі оталар болады. Сол кездегі басшылық тарапынан көрсетілетін психологиялық көмектің өзі біз үшін үлкен қамқор. Таң қалатындай қандай қасиеттер бар бойында бұл кісінің? Таң қалатын қасиеті деп, енді бұл кісіні бір сөзбен инноватор деп айтуға болады. Инноватор? Да. Тамаша, керемет. Рахмет. Біздің байқағанымыз Талғат мырза бәріне үлгереді екен. Талғат мырзаның жақындары, достары, әріптестері сіз жайында тағы не дейді екен? Жалпы тың дерекпен бөлісті, тыңдайық, көрейік. Жиырма жасар жігітке дер кезде өте күрделі операция жасап, аяғынан тік тұрғызған білікті маман Талғат Керімбаев туралы естіп, Астана қаласының Тұран 34-1 мекен жайында орналасқан ұлттық нейрохирургия орталығына бардық. Талғат Керімбаев осы салада 31 жылдай қызмет етіп келе жатқан тәжірибелі маман. Оның қызметте және отбасында қандай адам екенін білу үшін біз медицина ғылымының кандидаты, профессор әрі досы Ермек Ахметұлының есігін қақтық. Сәлеметсіз бе? Талғаттың өз мамандығына өстіп, адал болуының, жұмысына тиянақтылығына біріншіден дәрігерлердің жанұясынан шыққандығы себеп болған деп ойлаймын. Өзінен кейін өсіп келе жатқан дәрігерлер болсын, өтініш айтқан кезде
бір қамқорлықпен көмектесіп жүретін. Отада тұрық өте қиын ота, яғни омыртқаны алмастырамыз. Сол кезде болды бір жағдай өте қиын, ол яғни вена зақымдалды науқаста. Біз енді нейрохирургия ғой біздің жақ. Ол кезде біз басқа орталықтан, яғни тамыр хирургтарын шақыратынбыз. Бірақ ол жерде бір таңғалғаным, Талғат Нышбаев енді құрал-жабдықтардың көмегімен сол жерде сол венаны толығымен тігіп, тек анатомиялық құрылысын қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар ол венаның функциясын толығымен сақтадық. Қызметі адал, қолы алтын нейрохирург жыл сайын омыртқа, бас, жұлын сүйектерінің патологиясына бағытталған 350-ден астам күрделі операцияны өткізеді. Сонымен қатар медицина саласында ғылыми зерттеулермен айналысып, нейрохирургияға 15 жаңа технологияны енгізген. Талғат Керімбаев тек қана мықты маман емес, ең алдымен азамат атына лайық тұлға, үлгілі, қамқор, жанашыр әке. Сөзімді оның жары санада растап берді. Даже если после тяжелой... Күрделі. Ауыр операция болса да, менің күйеуім жұмыстан шаршап келіп, бірінші кезекте балалардың қамын сұрайды. Оқуын қадағалайды. Олардың жеке мәселелеріне ешқашан бей-жай қараған емес. Әрдайым әкелік ақылы мен кеңесін айтып, тура жолға бағыттап отырады. Отау құрғанымызға 30 жыл болса да, оның қолдауын күнде сезінемін. Ең мықты кеңесшім, тіпті құрбым деуге де болады. Мүмкіндік туып тұрғанда барлық ел алдында өзіңді құрметтейтінді және жақсы көретінді айтқым келеді. Тағдырдың бізді қосқанына мың шүкір. Міне, тағда бір отаның сәтті шығуына, өзге жанның аман қалуына себепкер болған адам Талғат Керімбаев. Ол осы күнге дейін 1000-нан аса операция өткізді. Сондай-ақ тәжірибесімен бөлісіп, білгенін үйретіп жүрген 20 шәкірті бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылы Талғат Керімбаевқа құрмет орденін табыстады. Керімбаевтың жұмыс орнына бас сұққан біз ол оқып жүрген кітаптарға да үңілдік. Мәселен, автор Генри Марштың «Зиян келтірме» туындысы қоғамға тек пайдасын тигізіп жүрген дәл Талғаттың өзіне арналғандай. Тағы бір көзге оттай басылғаны ақ халат. Батырлар киген темір сауытқа ұқсас бұл киімді Талғат мырза операция алдында күнде киеді. Осылайша талай адамның жанын арашалап жүр. Аурухана есігін елдің амандығын ойлаған ақ халаттылардың өзіне де мықты денсаулық берсін деген оймен жаптық. Талғат мырза, мына қошемет бәрі де тек қана өзіңізге арналады. Жаңа ғана сюжеттен сіздің жарыңызды көрдік. Енді қаншама істің басын қайырып жүрген жұмыс басты азаматсыз. Отбасына, бала тәрбиесіне қайдан уақыт тауып жүрсіз? Қалай үлгересіз осының бәрін? Енді қиын мәселе ол, әрине. Әсіресе жас кезімізде енді отбасымызға енді көп уақыт бөлмедік деп ойлаймын. Енді қазіргі жастарға айтатын енді өз уақыттан жоспарлау керек. Содан кейін приоритеттікті жаңағы мәселелерді қарастыру керек. Қандай жаңа мәселе өте маңызды, соны алдымен жасап, содан кейін уақыт көбірек қалады. Негізі енді үшінші мәселе ойлаймын, ол жаңағы делегирование дейді, ол жаңағы өзі жұмыстарды әріптесін арасында жүктеу, соны бөлу, содан кейін әрине өзіне көбірек уақыт қалады. Енді қазіргі технология дейді, жаңа технологияларды application приложение дейді, соны қазір жастар оны жақсы біледі. Жастар демекші. Талғат мырза, енді біз білеміз, сіздің бір қызыңыз бар екен. Қызыңыз сіздің ізіңізбен нейрохирургия саласында сол саланы зерттеп жүр екен, болашақпен шетелде оқып жатыр, солай ғой, иә? Америкада. Қазір 4-ші курс, neuroscience деген сол ғылыми зерттеу, сонымен айналысып отыр. Ұлым бар, қазір Лондонда магистратура оқып жатыр, бірақ ол финанс жағынан. Солай ма, әйтпесе дәрігерлер династиясы деп айтқымыз келіп отырған еді? Иә, мама, папам да сол дәрігер. Ата-анаңыз дәрігер? Иә, ата-анам дәрігер. Сол кісілердің ізбен басып отырмын қазір. Тамаша. Енді біздің білуімше сіз негізі осы күндері
Талдықорғанда істеуіңіз мүмкін еді, иә, жұмыс істеуіңіз. Бірақ сіздің өміріңізде бір оқиға орын алды. Нақты айтсам, бір кісі сіздің ойыңызды түбегейлі өзгерткен екен. Ол кім? Осындай жақсылық жаршысына шарапат деген адам кім? Және бұл оқиға жайлы бізге өзіңіз айтып берсеңіз. Иә, ол енді сондай қызық мәселе. Негізі 94-96 жылдары клиникалық координатор оқып жүрген кезде мен жоспарым Талдықорғанға қайтарылу болды. Негізі туған жерім сол жақтан. Енді бірақ мен Ақшолақов Серік Қуандыкович біздің енді басшымыз, соны ол Москвадан келді 95 жылы. Бізге енді нейрохирургия жаңа бағытын көрсетіп, бағытын сол бізге қамқор беріп, маған сол нейрохирургия қал деп, аспирантураға қал деп, сол кісінің арқасында осылай қазіргі нәтижеге жетіп отырмыз. Ол тек қана енді маған емес, қамқор жасап отқан бүкіл Қазақстан нейрохирургияға енді бәрі жігіттерге көмектесіп, осы біздің нейрохирургия дамығанына сол кісінің арқасында деп білемін. Ойлайын солай. Бәрі жігіттер солай ойлайды. Енді Талғат Тынышбайұлы, жанкешті осы күнделікті еңбегіңіздің ең үлкен ақысы осы науқастардың алғысы деп білемін, солай ғой. Енді жүрегіңізден өтіп сүйегіңізге дейін жеткен қандай да бір алғыс бар ма есіңізде? Алғыс науқастардан ба? Иә. Жоқ болса, бәлкім қазір болар, иә? Мұрат мырза, Дәурен, дәл қазір дәрігеріңізге алғыс айтатын тамаша мүмкіндік туып отыр, мархабат. Енді көп рахметімді айтам. Осындай білікті маман. Қасындағы докторларға тоже жақсы. Бәрі білімді, үлкен жоғары медбикелерге рахмет айтам. Бұл кісіге де көп рахмет. Мен де салайын, Қалихан. Құрметті Талғат Тынышбайыч, өз атымнан, отбасы атымнан жоғары кәсібилігіңізге үшін сізге алғысымды білдірем. Сізге, отбасыңызға, жақындарыңызға тек қана зор денсаулық тілеймін, қуаныш, бақыт. Менің балам аман-есен қалғанына сіздің қолыңызда балам. Сізге мында бір рахмет айтам. Рахмет. Ай, тамаша. Енді міне көріп отырсыз, Талғат мырза, сіздің арқаңызда осы 20 жастағы өрімдей жас жігіт аяғынан тұрды. Мың алғыс сізге. Мұрат мырза да мінекей дертінен айықты. Алғыс білдіреміз. Енді ғұмырыңыздың 30 жылын осы бір игі іске арнап отырсыз ғой. Шынымен сіздің ісіңіз, шеберлігіңіз құрмет, қошеметке лайық. Солай емес пе, қымбатты көрермен? Еліміздің медицинасының дамуына ерен еңбегі сіңген, Қазақстандағы жұлын нейрохирургиясының негізін қалаған үлкенге де, кішіге де өз ісімен үлгі болған өзіңіздей азаматты экран арқылы барша жұртпен бір қауыштыру біздің басты мақсатымыз болған еді. Міне өзіңізге дайындаған жақсылық жаса бағдарламасының ұжымы дайындаған шағын сыйлығымыз бар. Аз болса да көптей көріп қабыл алыңыз. Көп рахмет сізге осылай бақыт бөліп келгеніңіз үшін. Көптен көп рахмет. Отырыңыз, жайғасыңыз. Қымбатты көрермен, ал біз жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.